Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve la nebiyye ba'da amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli de qadırlı Müslüman bawurlar, agayın tuğustar. Mine bugünkü jeksenbilik adetdegidey dersimizge basıp gelgen qadamlarınızga Allah Taalam savaptan жазсын. Sa'd ibn Abi Waqqas raziyallahu anhu. Bizning Qazaqda Sadvaqas deb jur qo'y қазір. Sadvaqas deb ol burunғы atalarımız aldınğılar bekerge qo'ymagan sol Sa'd ibn Abi Waqqas degan sahabaның атын niyet qilib qo'ygan qo'y. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'd ibn Abi Waqqas irmi Sa'dun irmi fidaka abi ve ummi Muhammedun Resulullah yuharridu Sa'dan yevme Uhudin. Atqın Sa'd, atqın, atanam sağan fida bolsun degen sözді Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud gününde Sa'd'ı әлгі соғысқа қызықтырып айтқан сөзі. Yani atqın degen sadaq oğumen atqın Sa'd, atqın деп. Atanam sağan fida bolsun деп Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem айтқан ekan. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Sadaqallahul azim. Luqman suresinin 14-15 ayatlarında Allah Taala былай деп баяндайды. Biz adam balasına, ата-аналарына жақсылық жасауға бұйырдық. Ата-анасы оны әлсіреп, күннен күнге әлсіреп, бойында көтеріп жүреді. Yani 9 ay boyuna ата-ана баланы дүниеге келтіру үшін көтеріп жүреді. Оны емшектен шығару мерзімі, yani емшек ему мерзімі 2 жыл деп Алла Тағала айтады, маған шүкір қылыңдар, және ата-аналарыңа шүкір қылыңдар. Баратын жерлерің менің алдым дейді Алла Тағала. Егер ата-ана сендерді бір маған шірік келтіретін бір іске мәжбүрлейтін болса, оларға итаат қылмағын. Yani олардың айтқанына көнбегін. Оларға бұл дүниеде бір жақсылықпен сохиб болғын. Yani жақсы мәміледе болғын. Маған қайтқандардың менің тура жолында жүргендердің жолында жүргін. Өйткені сендердің барлықтарыңның қайтатын жерлерің менің алдым. Мен алдыма келгенде сендер амал қылған нәрселеріңді, бұл дүниеде қылған қылмыстарың бар ма, басқа амалдарыңды айтатын боламын, хабарым беретін боламын деп. Валлаху алам. Осы Luqman сүресінің 14-15 аяттарының мағынасы осындай. Бұны аятпен бастаудың себебі бұл Sa'd ibn Abi Waqqas жөнінде түскен аят бұл. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның алдына барған кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға осы аяттар түскен. لِهَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَاتِ قصة فزة رائعة إذ طرعت فيها طائفة من العواتف المتناقضة في نفس فتى طري العود فكان النصر للخير على الشر وللإيمان على الكفر. Бұл аяты кәрималар үшін, бұл аяттар үшін
қайталанбас көркем бір қисса бар. Қайталанбас. Жас жігіттің нәпсінде бірін-біріне қарама-қарсы сезімдерден болған тайфа күресті. Мына Саад ибн Аби Ваққастың нәпсінде, мына жас жігіттің нәпсінде дегенді айтып жатыр. Яғни бір-біріне қарама-қарсы сезімдерден болған бір тайфа күресті. Бірақ жәрдем жақсылық үшін болды, жамандыққа емес. Яғни жамандықтың зиянына болды. Иман үшін болды, күфірге емес. Яғни күфірдің зиянына болды. Яғни қазір оны айтпай қояйық. Ол қандай күрес еді оның нәпсінде болған? Саад ибн Аби Ваққастың нәпсінде болған. Қазір оны осы қиссаның барысында білетін боламыз. Амма баталул қиссати фафатан мин акрами фитяни Макката насабан ва ааззихим умман ва абан заликал фата хуа Саад ибн Аби Ваққасин радияллаху анху ва ардаху. Енді біздің бұл қиссамыздың қаһарманы, кейіпкері Меккенің жігіттерінің ішіндегі насаб жағынан, тек жағынан ең құрметті, ең ұлыларынан болған. Ата-ана жағынан ең азиз, құрметтірегінен болған жігіт ол Саад ибн Аби Ваққас разияллаху анху. Алла тағала одан разы болған болсын, және оны да Алла тағала разы еткен болсын дейді. Кана Саадун хина ашрақа нуру нубуввати фи Макката шаббан райяна шабаби غض الإيحاب رقيق العاطفة كثير البر بوالديه شديد الحب لأمه خاصة. Саад Меккеде пайғамбарлық нұры жарқырап шыққан кезде өрімдей жап-жас жігіт болатын. Сүйегі қатпаған, терісі жұмсақ, мейірімі күшті, ата-анасына көп жақсылық жасайтын, әсіресе анасына деген мейірімі, анасына деген махаббаты, анасына деген құрметі, анасын жақсы көруі ерекше болатын дейді. وعلى الرغم من أن سعدا كان يومئذ يستقبل ربيعه 17 فقد كان يضم بين برديه كثيرا من رجاحة الكهول وحكمة الشيوخ. Соған қарамастан, яғни оның жас болуына қарамастан дейді, әлбетте Саад сол күндерде өзінің 17-ші көктеміне бет алған еді дейді. Яғни 17 жасқа келген еді дегені ғой. Осы біздің медресеміздің талабаларындай. Сол қатарлас. Сөйте тұра өзінің 2 тонының ішіне күхіл деп 30 жас пен 50 жастың арасын айтады екен. 30 жас пен 50 жастағы адамның ақылын жинап алған дейді. Бәйна бурдайхи деген ол тонының ішіне деген, өзінің ішіне деген сөз ғой енді. Адам тонының ішіне ақылын жинамайды ғой. Тек өзінің ішінде күхіл ақылы бар еді ода. Яғни 30 жас пен 50 жастың ақылы бар. Өзі небәрі 17 жаста болса дағы. Және қариялардың хикматы болатын еді ода. فلم يكن مثلا يرتاح إلى ما يتعلق به لذاته من ألوان اللحو وإنما كان يصرف حمه إلى بري السهام وإصلاح القسي والتمرس بالرماية حتى لكأنه كان يعد نفسه لأمر كبير. مثلا ол өзінің құрдастары, өзінің замандастары қызыққан сияқты неше түрлі бір лағу, бекершін нәрселерге қызықпас еді дейді. Мәселен, қазіргінің де
сол жастағы балаларын алатын болсақ, ішінен бірен сараны біздің осы дін жолын ұстанып жүрген, мешіт медресе көрген балалар болмаса, көпшілік жастарымыздың түнгі клуб кезіп, не бекершілік бар, соның барлығын қылып жүргенінде жасырын емес қой. Сол сияқты сол кездің өзінде де өзінің құрдастары сияқты ләхудың неше түрі, яғни бекершіліктің неше түріне қызықпаған еді. Ол өзінің күш-жігерін оқты жөндеуге, мына садақтың оғын түзетуге, садақты түзетуге, оқ атуға, яғни оқ атумен айналысуға сәрп ететін еді өзінің күш-жігерін. Тура бір өзінің нәпсін үлкен бір іске дайындап жатқандай. Енді о кезде ол білмеді ғой, пайғамбар, ақырғы заман пайғамбары, соңғы пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам келіп, жер бетінен шірікті құртып, жер бетіне асыл дініміз исламды орнататынын білмеді ғой, кәфірлермен болатын соғыстарды білмеді ғой. Сөйте тұра сол кездің өзінде жап-жас бала, оның кәсібі басқа бір құрдастары, замандастары сияқты бекерші нәрселерге қызықпай, садақты түзетіп, садақтың оғын түзетіп, атумен айналысып жүреді екен. وَلَمْ يَكُنْ أَيْضًا يَطْمَئِنُّ إِلَى مَا وَجَدَ عَلَيْهِ قَوْمَهُ مِنْ فَسَادِ الْعَقِيدَةِ وَسُوءِ الْحَالِ حَتَّى لَكَأَنَّهُ كَانَ يَنْتَظِرُ أن تمتد إليهم يد قوية حازمة حانية لتنتشلهم مما يتخبطون فيه من ظلمات. Және оның нәпсі, оның жаны жай таппас еді. Өзінің қауымын көрген нәрседен. Яғни өзінің қауымы ақидасы бұзылған, халы ахуалы бұзылған қауымын көргендегі, қауымын сондай халде көріп, оның жаны жай таппас еді. Тура бір ол өзінің қауымын иілген бір рахымды, бекем бір қуатты қол созылып, зұлматтан болған қауымы батпаққа батып кеткен жерінен сол бекем қол суырып алады деген нәрсені күткендей болатын еді дейді Саад ибн Аби Ваққас. Мәселен, жап-жас жігіт әлгі бекерші нәрселерге, өзінің қауымының пұттарға сыйынған түрін көрген кезде сондай ойда жүретін еді. Бір мықты бір қол ана батпаққа батып жатқан, зүлматтан болған, түсіп кеткен ордың ішінен бір бекем бір мықты бір рахымды қол келіп, менің қауымымды суырып алып бір жақсы бір өмір сүрер ме екен менің қауымым деген нәрсені күткендей еді жас жігіт. وَفِيمَا هُوَ كَذَلِكَ شَاءَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ أَن يُكْرِمَ الْإِنسَانِيَّةَ كُلَّهَا بِهَذِهِ الْيَدِ الْحَانِيَةِ الْبَانِيَةِ. Солақ екен Алла тағала қалап, инсаният баласын, адамзат баласын, ақыры сол құрушы рахымды қолмен құрметтеді Алла тағала. فَإِذَا هِيَ يَدُ سَيِّدِ الْخَلْقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Ол қол адамзаттың ұлығы, адамзаттың сәйиді болған Мұхаммад ибн Абдиллах саллаллаху алейхи вассаламның қолы еді. Тура Саад соны күткендей еді. Өзінің қауымын соңғы пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламның рахымды қуатты бекем қолы келіп, батып кеткен батпақтарынан, адасып кеткен зүлматтарынан суырып алатындай. Міне сол қол адамзаттың асылы, махлуқаттың сәйиді болған Мұхаммад алейхиссаламның қолы еді. وفي قبضتها الكوكب الإلهي الذي لا يخبو كتاب الله الكريم. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қолында
оның қабзасында, уысында илахи бір жұлдыз болған еді, сөнбейтін. Ол да болса Алла Тағаланың кәрим кітабы Құраны кәрим еді. Сол үшін де біз айтамыз, Құраны кәрим адамзатты зүлмат, яғни надандық зүлматынан, надандық қараңғылығынан жарық нұрға жетелейтін кітап дейміз. فما أسرع أن استجاب سعد بن أبي وقاص لدعوة الهدى والحق حتى كان ثالث ثلاثة أسلموا من الرجال أو رابع أربعة ولذا كثيرا ما كان يقول مفتخرا لقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. Ол тез хақ пен хидаятқа болған дағуатты қабыл алып, ислам келтірген кісілердің, еркектерден ислам келтірген кісілердің үшіншісі, немесе 4 кісі болса, соның 4-шісі болып исламға келді. Саад ибн Аби Ваққас. Сол үшін де ол көбінше фахырланып, яғни қуанып, бір мақтанып, былай деп айтатын еді. Мен 7 күн тұрдым, исламның 3-тен 1 болып қалдым дейді. Ол дегені, мен 7 күннің ішінде, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам асыл дін исламды жария қылып шыққан күннен бастап 7 күн тұрдым. Сол кезде мен исламды қабылдаған кісілердің 3-шісі болдым дегені ғой. Яғни сүлүсүл ислам дегені, сүлүсү зүл исламда ислам иелерінің, исламға кіргендердің 3-тен 1 болдым дегені ғой. 3 адам кірген болса, соның 1 мен болдым дегені. كانت فرحة الرسول صلوات الله عليه بإسلام سعد كبيرة ففي سعد من مخائل النجابة وبواكر الرجولة ما يبشر بأن هذا الهلال سيكون بدرا كاملا في يوم قريب. رسول الله صلى الله عليه وسلم Саад ибн Аби Ваққастың исламға кіруіне болған қуанышы үлкен еді. Өйткені Саад ибн Аби Ваққастан ұлылықтың белгілерін көрер еді пайғамбарымыз. Және де одан бір жетік бір азамат болатын бір белгіні көретін еді. Сол жаңадан туған айдай болған Саад тез күндерде 14 күндік Бәдір айындай кәміл, жақын күндердің ішінде кәміл бір адамға айналатынына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам сенетін еді. Пайғамбарымызға сондай бәшшарат хабарын беріп тұратын еді. Саад ибн Аби Ваққастың көрінісінің өзі. Вали Саадин мин карамин насаби ва иззатил хасаби ма қад юғри фитяна Макката би ай яслуку сабилаху ва янсижу ала мин валихи. Саад ибн Аби Ваққастың насабы, хасабы, яғни қауымының ішіндегі оның мәртебесі, оның ата-анасының құрметі, текті жерден шыққандығы Меккенің басқа да жас жігіттерін қызықтыратын еді. Саад ибн Аби Ваққас жүрген жолға жүруге, және оның істегендерін істеуге, яғни исламға кірген кезде басқа да Меккенің жас жігіттері сол Саад ибн Аби Ваққас сияқты ислам дініне кірген екен. Өйткені әдетте өзі солай ғой, бір жақсы адамның артынан соған ұқсасам деп жүретіндер көбірек болады. Әрине, өмір әртүрлі, кей кезде көбінше залалаттың артынан да көп адам еріп кетеді. Бірақ бір адамның бойында бір қасиет болатын болса, бір адамның бойында бір ұлылық болатын болса, сол не істесе соны істегісі келіп тұратын адамдар көбірек болады. ثم إن سعدا فوق ذلك كله من أخوال النبي عليه الصلاة والسلام فهو من بني زهرة وبنو زهرة أهل آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان الرسول صلوات الله عليه يعتز بهذه الخؤولة. فقد روي أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع نفر من أصحابه فرأى سعد بن أبي وقاص مقبلا فقال لمن معه هذا خالي فليريني امرؤ خاله. Кейін
Әлбетте Саад осындай бойындағы оның жақсы қасиеттеріне қоса ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның нағашы жұртынан болатын, яғни нағашыларынан. Ол Бәни Зухра қабиласынан еді. Ал Бәни Зухра қабиласы пайғамбарымыздың анасы Амина бинті Уахбтың қабиласы әхлі болатын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұған араларындағы нағашы жиендік дейді ғой енді бізде де. Нағашылықпен пайғамбарымыз алейхиссалам бір фахрланатын. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан мына риуаят қылынады. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабаларымен бірнеше кісімен отырған кезде Саад ибн Аби Ваққастың бұларға қарай келе жатқанын көріп, қасындағыларға былай деді пайғамбарымыз: анау менің нағашым. Кәні кісілер көрсетіңдерші нағашыларыңды деп пайғамбарымыз бір фақырланған екен. Қазақта да не дейді бір сөз бар ғой: жақсы жігіт нағашысына тартады деп қояды. Бекерге айтылмаса керек осының бәрі. لكن إسلام سعد بن أبي وقاص لم يمر سهلا حينا وإنما عرض الفتى المؤمن لتجربة من أقصى التجارب قسوة وأعنفها عنفا حتى إنه بلغ من قسوتها وعنفها أن أنزل الله سبحانه في شأنها قرآنا. Бірақ Саад ибн Аби Ваққастың исламы оп-оңай жеп-жеңіл өте қойған жоқ одан. Біз қазір осы уақытқа дейін оның бойындағы жақсы қасиеттерін, оның ақылдылығын, оның үшінші адам болып исламға кіргендігін, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға нағашы екендігін, пайғамбарымыздың анасы Амина бинті Уахбтың әхілінен, Бәну Зухра қабиласынан екенін айтып келе жатырмыз. Бірақ Саад ибн Аби Ваққастың ислам келтіруі, исламы жеп-жеңіл өте қойған жоқ. Жас жігітке исламы, мұсылман болуы үлкен бір қатты бір тәжірибеге жолықтырды. Өте бір дөрекі, өте бір қиын, қатты бір тәжірибеге. Керек болса, ол тәжірибенің қаттылығы соншалықты, Алла Тағала ол жөнінде Құран-ы Кәрімнен аяттар түсірді. فَلْنَتْرُكْ لِسَعْدٍ الْكَلَامَ لِيَقُصَّ عَلَيْنَا خَبَرَ هَذِهِ التَّجْرِبَةِ فَزَّةِ. Біз енді сөзді Саад ибн Аби Ваққастың өзіне қалдырып берейік. Ол бізге осы қайталанбас тәжірибенің хабарын қисса қылып жеткізіп берсін дейді. Яғни өз аузынан естейік дегені ғой. Қала Саадун: رأيت في المنام قبل أن أسلم بثلاث ليال كأني غارق في ظلمات بعضها فوق بعض وبينما كنت أتخبط في لججها إذ أضاء لي قمر فاتبعته فرأيت نفرا أمامي قد سبقوني إلى ذلك القمر. رأيت زيد بن حارثة وعلي بن أبي طالب وأبا بكر الصديق فقلت لهم: منذ متى أنتم هاهنا؟ فقالوا: الساعة. Саад айтады: мен түсімде ислам келтіруден 3 түн алдын түсімде бір қараңғылыққа батып бара жатқанымды көрдім. Сөйтіп үлкен бір суға шөгіп бара жатыр екенмін деймін. Сөйткенше болған жоқ, бір ай, жап-жарық ай көрінді де, мен оның артынан ілесіп отырдым дейді. Барған жерімнен менің алдымда
кетіп бара жатқан 3 адамды көрдім. Олар әлгі жарық айға менен алдын жетіп бара жатыр екен. Менен алдын жетіп барған екен. Олар Зайд ибн Хариса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өкіл баласы. Жаңағы исламға дейін бала қылып алып, Құран-ы Кәримде бала қылып алуды харам еткеннен кейін Зайд ибн Хариса деп қайтып атын берді ғой. Екінші Али ибн Аби Талиб, үшінші Абу Бакр Сиддиқ. Үшеуі айға менен алдын жетіп барған дегені, менен алдын исламға келген дегені ғой енді. Оларға айттым дейді. Қашаннан бері бұл жердесіңдер десем, міне қазір ғана келдік осы жерге деп. Соны көрдім дейді түсімде. ثم إني لما طلع علي النهار بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام مستخفيا فعلمت أن الله أراد بي خيرا وشاء أن يخرجني بسببه من الظلمات إلى النور. Кейін мен таң атқаннан кейін маған хабар жетті. Әлбетте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам исламға махфи түрде, яғни құпия түрде дағуат жасап жатыр деген хабар жетті дейді. Демек, 7 күннің ішінде болған нәрсе ғой енді бұл. Мен білдім, әлбетте Алла тағала маған бір жақсылықты қалаған екен. Соны білдім дейді. Расында кімде-кімді Алла тағала исламға кіргізсе, ол жақсылық қалаған болады. Және Алла тағала мені зұлмат, қараңғылықтан нұрға шығаруды қалаған екендігін білдім. فمضيت إليه مسرعا حتى لقيته في شعب جياد وقد صلى العصر فأسلمت فما تقدمني أحد سوى هؤلاء النفر الذين رأيتهم في الحلم. ثم تابع سعد رواية قصة إسلامه فقال وما إن سمعت أمي بخبر إسلامي حتى سارت سائرتها وكنت فتى برا بها محبا لها فأقبلت علي تقول. Мен асығып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның алдына бардым. Пайғамбарымызды Жият деген Меккенің соқпақ жолдары болады. Сол Меккенің соқпақ жолдарынан болған Жият деген жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды кездестірдім. Асыр намазын оқып болған екен дейді. Мен сол кезде ислам келтірдім. Менің алдымда әлгі түсімде көрген 3 адамнан басқа ешкім исламға келмеген екен дейді сол кезде. Кейін Саад ибн Аби Ваққас өзінің исламға кіру қиссасын жалғастырып былай дейді. Анам менің исламға келген хабарымды естіп-ақ, оның ашуы қозды. Анамның бойында ғазап оты лаулап жанды. Мен анама өте жақсылық жасаушы жігіт едім. Анамды өте жақсы көруші едім. Анам маған кеп тұрып былай деді. Я Сааду, ма хада дину аллади и'танақтаху фасарафака ан дини уммика ва абик валлахи латадa'анна динaka al-jadida aw la akulu wa la ashrabu hatta amuta فيتفطر فؤادك حزنا علي ويأكلك الندم على فعلتك التي فعلت وتغيرك الناس بها أبد الدهر. فقلت لا تفعلي يا أماه فأنا لا أدع ديني لأي شيء. Anam былай dedi. Ey Saad, ana sen barып кірген дінің не дін ол? Ата-анаңның дінінен бет бұрып, ата-анаңның дінін тастап, жаңадан барып кірген дінің не дін ол? Аллаға қасам, сен жаңа кірген дініңді тастайсың, немесе мен жемеймін де, ішпеймін де өлгенге дейін дейді.
Меккенің ыстығына шығып алып, расында да бірнеше күн ішпей жемей қойды Саад ибн Аби Ваққастың анасы. Сенің маған қылған ісіңе өкініп, қапаланып, жүрегің жарылып кетсін деп жатыр тағы. Және қылған ісіңе өкініштен сол өкініш сені жеп қойсын. Ал адамдар болса сені өмір бойы азғырып, айыптап өтетін болады. Анасын өлтірді, Саад ибн Аби Ваққас. Су бермей, ас бермей өлтірді деп айыптап жүрсін сені. Сен дініңді таста. Болмаса мен өлемін деп тұрып алды анасы. Сол кезде Саад ибн Аби Ваққас айтады, айттым дейді мен. Анам, қымағын оны. Өйткені мен бұл дінімді ешбір нәрсе үшін, ешбір себеппен бұл дінімді мен болып тастамаймын. Сен олай қымағын деп анама насихат айтып көрдім дейді. لكنها مضت في وعيدها فاجتنبت الطعام والشراب ومكثت أياما على ذلك لا تأكل ولا تشرب فحزل جسمها ووحن عظمها وخارت قواها فجعلت آتيها ساعة بعد ساعة أسألها أن تتبلغ بشيء من طعام أو قليل من شراب فتأبى ذلك أشد لبائي وتقسم ألا تأكل أو تشرب حتى تموت أو أدع ديني. Бірақ анам сол уәдесінде, мені қорқытқан уәдесінде тұрды дейді. Тағамнан да, ішіп жемнен бас тартты. Бірнеше күн солай ішіп жеместен өткізді бірнеше күнін. Денесі әлсіреді әбден, сүйектері қаусап қалды, күш қуаты кетті бойынан дейді. Ал мен болсам оқтын саатан бада саатин тез анама барып, одан тағамнан бір нәрсені пайдалануды, өмір сүру үшін, еш болмаса мейлі, жемесең жеме, тек мына өміріңді сақтап қалатын кішкене де болса тағамнан пайдаланшы деп, немесе азғана бір жұтым су болса да ішші деп, анама қайта барып тұрдым дейді. Анам болса қатты бет қайтарумен бетімді қайтарды. Және қасам ішті, жемеймін, ішпеймін, өлгенге дейін, немесе сен дініңді тәрк қыласың деген нәрсені қасам ішті дейді анам. عند ذلك قلت لها يا أماه إني على شديد حبي لك لأشد حبا لله ورسوله ووالله لو كان لك 1000 نفس فخرجت منك نفسا بعد نفس ما تركت ديني هذا لشيء. Сол кезде анама барып айттым дейді. Ана, мен сізді қатты жақсы көремін. Тура сондай Алланы да, Алланың Расулын да жақсы көремін. Бірақ Аллаға қасам, сіздің 1000 нәпсіңіз болса да, 1000 жаныңыз болса да, сол жаныңыз бірінен кейін бірі шығып кетсе де, мен бұл дінімді тастамаймын дедім дейді. فلما رأت الجد مني أذعنت للأمر وأكلت وشربت على كره منها فأنزل الله فينا قوله عز وجل استعذ بالله وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. Anam mening boyimdan қайтпастықты көргеннен кейін енді мәжбүр бойсынды. Мәжбүр ішіп жеді. Біз жөнінде Алла Тағала Құран Кәрімнен аятта түсірді дейді. Жаңағы аят қой, егер сен атанаң маған шірік келтіруге мәжбүрлейтін болса, оларға итаат қылмағын, оларға бірақ жақсы мәміледе болғын бұл дүниеде дейді. Мен осы орайда кішкене тоқтап кетейік. Расында мына Саад ибн Аби Ваққастың бағанағы айтты ғой, нәпсінде болып жатқан күрес. Мына жағынан анасы, мына жағынан асыл дін ислам. Өзі жанынан жақсы көретін анасы айтып тұр. Сен дініңді таста, немесе мен өлемін.
Егер сол жерде сәл иман әлсіресе, болды ана, тастадым дінімді деп қойса неме болар еді? Мына, ол дінінде бекем болған үшін, анасына сондай мәміледе болғандығы үшін, Алла Тағала оған жақсылықты оған жәрдем қып берді. Иманды оған жәрдем қып берді, жамандықты күфірді емес. Өкінішке қарай біз қазір құлағымыз шалып қап жатады. Кейбір жастарымыз енді намаз оқып жүрген, ата-анасы намаз оқымайтын болса, әлгі ата-анамен бірге отырып тамақ ішпейміз. Сендер кәфірсіңдер. Наузубилла. Сендермен бір дастарханда отырып тамақ ішу харам деп те айтып жататын надан жастарды естіп жатамыз. Алхамдулилла, ол ата-ана намаз оқымағанмен мұсылман ғой, ол кездегідей ширк жоқ қой. Қазір Құдай сақтасын, Аллаға серік қосатын адамдар мүмкін бар шығар, бірақ Құдайға шүкір біз қаншама намаз оқымай жүргенмен адамдардың бойында бәрі иманы бар ғой. Оған жақсы мәміледе болу керек. Семен отырып тамақ ішуге болмайды, бір дастарханда отыруға болмайды дегеннен гөрі, сол ата-анасына өзінің исламға кіргендігін дәлелдеп, исламның қандай береке дін екендігін, қандай ата-анаға құрмет көрсететін дін екендігін өзінің парасаттылығымен, кішіпейілділігімен насихаттай білсе, ол ата-ана әлбетте намаз оқитын болады. Бәріміздің де ата-аналарымыз Совет үкіметінің кезінде өмір сүрді, бірден намаз оқып кетпеді ғой. Біз оқығаннан кейін, біз оқуға барғаннан кейін, мәселен мен оқуға барған кезде 91 жылы атам, марқұм әкем, намаз оқымайтын кісі еді. Қызық енді ол кісіні мен айта кетейін. Сонда барып біз оқыған жерде, біз енді одан алдын, бір жыл алдынан бастап, 6 ай алдынан бастап намаз оқып жүргенбіз. Әкем айтады, оны 2 айдан кейін мен сабақ оқудан келген кезде айтады. Анау бір 2 этаж анадай биік жерде дейді, жатырмын дейді. Сендер бәрің намаз уақыты болады, дәрет аласыңдар да намазға барасыңдар. Мен жатырмын дейді. Бұрақты ойладым дейді. Мен қандай адаммын өзі? Ең кенже балам өзі намаз оқып жатыр. Мен қандай адаммын өзі? Деп сол күннен бастап Құдайдан қатты сұрап, мен 2 айдан кейін намаз оқудан келсем, сақал қойбаған, мәсі киіп алған, әкемді танымай қалдым. Мына мен михрабта тұрып айтып жатырмын. Танымай қалдым, ана кісі бөлек адам болып кеткен, болмасам неше жыл енді дінсіз қоғамда өмір сүрді ғой. Сол сияқты. Анамды да қоса намаз оқытқан. Солай ол ата-ана деген баладан сен неге намаз оқымайсың? Сен бүйтпегін сөз деген сөзді естуге лайықты адамдар емес. Олар барынша баладан жылы сөз естуге, барынша баладан қамқорлық көруге, барынша баладан іззет көруге, құрмет көруге лайық адамдар. Сондықтан әлгіндегідей надан жастарымыз өзі сәждеге бас қойғанына көп те бола қойған жоқ. Үйтіп ақылды болғаннан гөрі кішкене илім оқысын. Кішкене өзінің мәдениетін көрсетсін. Кейін ол ата-ана қалай намаз оқыған білмей қалады өзі. لقد كان يوم إسلام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من أكثر الأيام برا بالمسلمين وأجزلها خيرا على الإسلام. Саад ибн Аби Ваққастың исламға келген күні күндердің ішіндегі мұсылмандар үшін ең жақсы күн болды. Және ислам дініне ең жақсылық көп жауған күн болды дейді. ففي يوم بدر كان لسعد وأخيه عمير موقف مشهود فقد كان عمير يومئذ فتى حدثا لم يجاوز الحلم إلا قليلا فلما أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام يعرض جند المسلمين قبل المعركة توارى عمير أخو سعد خوفا من أن يراه الرسول صلى الله عليه وسلم فيرده لصغر سنه لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أبصره ورده
فجعل عمير يبكي حتى رق له قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأجازه. Бәдір күнінде мұсылмандардың керемет бір жеңіске жеткен ширктің аталары болған әлгі Әбу Жахілдердің өлетін күні ғой, Бәдір күні. Сол Бәдір күнінде Саад ибн Әби Ваққас пен оның інісі Умайр үшін, яғни Саад бен Умайр үшін мәңге ие болатын бір орын болған еді дейді. Ол да болса Саадтың бауыры Умайр сол күндері жас болатын, әлі балиғат жасына жетпеген, яғни балиғат жасынан өтпеген жас жігіт болатын, жас бала болатын. Енді сол балиғат жасынан өткен бала болатын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам соғыстан алдын мұсылмандарды бір көзден кешіріп, яғни қарап шығып, тексеріп шығатын әдеті болған. Ана жас балалар болатын болса, соғысқа жарамайтын қайтаратын. Сондай сәтте Умайр, Саадтың бауыры, жасырынып қалды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам көріп қойып, мені жасым кіші болғандығы үшін соғысқа ертіп бармай қайтарып жібереді деп жасырынып қалды әлгі әскердің ішінде. Бәрібір Пайғамбарымыз алейхиссалам оны көріп қойды, сөйтіп оны қайтарып жіберді. Умайр болса қатты жылап соғысқа барам деп, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның қалыбы, жүрегі елжіреп, мақұл деп оған рұқсат беріп соғысқа ала кетті. Қараңыз, жас бала мүшриктермен болатын кескілескен қанды шайқаста, ол жерде барып, ол бір білмейді, ол сау қайта ма, ол жерден өлі қайта ма, жылап, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам қайт, сенің жасың кіші десе де болмай, жүрегіндегі жап-жас болған иманы атқылап, жылап әйтеуір соғысқа кетті. عند ذلك أقبل عليه سعد فرحا وعقد عليه حمالة سيفه عقدا لصغره وانطلق الأخوان يجاهدان في سبيل الله حق الجهاد. Сол кезде ағасы Саад оған қуанып қасына келіп, оған қылышының қайысын мойнына іліп берді. Керек болса қылышының қайысын да өзінің мойнына іле алмайды екен де ол. Қылышының жасы кіші болғандығы үшін оның қылышының қайысын оның мойнына іліп берді. Сөйтіп Алла тағаланың жолында хақ жихадқа, жихад жасау үшін екі аға іні аттанып кетті. فلما انتهت المعركة عاد سعد إلى المدينة وحده أما عمير فقد خلفه شهيدا على أرض بدر واحتسبه عند الله. Соғыс біткеннен кейін Саад Мәдина қаласына жалғыз өзі қайтты дейді. Ал бауыры Умайр болса, оны сол Бәдір жерінде шахид қылып тастап кетті. Бәдірде қайтыс болды інісі. Сауабын тек қана Алла тағаладан күтіп, Бәдір жеріне шахид қылып інісін тастап кетті Саад ибн Әби Ваққас. وفي أحد حين زلزلت الأقدام وتفرق المسلمون عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى لم يبق إلا في نفر قليل لا يتمون العشرة وقف سعد بن أبي وقاص يناضل عن رسول الله صلوات الله عليه بقوسه فكان لا يرمي رمية إلا أصابت من مشرك مقتلا. Ал енді Ухуд күнінде, Ухуд күнін білесіздер, ол күн кішкене мұсылмандар үшін сәтсіз күн болған. Хамза разияллаху анхудың шахид болатын күні, 70-ке тарта ұлық сахабалардың шахид болатын күні. Сол күні мұсылмандардың қадамдарының, яғни аяқ астында жер сілкінген күн. Мұсылмандар Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламнан ажырап кеткен, яғни не дейді, бет-бетімен, енді мәжбүр арттан келіп соққан кезде қашуға тура келді ғой. Сол кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның қасында 10-ға толмайтын, яғни 10 адамнан да аз адам қалған екен.
Сондай сәтте Саад ибн Аби Ваққас пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламды қорғап, өзінің садағымен соғысатын еді. Ол атқан садақ оғы әлбетте бір мүшрикке тиіп оны өлтіретін еді дейді. Өйткені ана кішкентай кезінен өзінің құрдастары бекерші болмаған нәрселермен айналысып жүрген кезде бұл садақтың оғын түзеп, атып ойна жаңағы үйреніп, сондай еді ғой, үлкен бір іске дайындалып жүргендей деп келтірді ғой. وَلَمَّا رَآهُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَرْمِي هَذَا الرَّمْيَ جَعَلَ يَحُضُّهُ وَيَقُولُ لَهُ إِرْمِي سَعْدٌ إِرْمِي فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي فظل سعد يفتخر بها طوال حياته ويقول ما جمع الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد أبويه إلا لي وذلك حين فداه بأبيه وأمه معا. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам өзін қорғап, мүшриктерге сондай жан берісіп, айқасып жатқан, садақ оғын атып жатқан Саад ибн Аби Ваққасты көрген кезде оны және де қызықтырып, атқын Саад, атқын, атанам саған фида болсын деген сөзді сол жерде айтқан екен. Ал Саад ибн Аби Ваққас болса өзінің өмір бойы, яғни қанша өмір сүрген болса, сол өзінің өмір бойы мақтанып, фақырланып, былай деп айтып жүретін еді дейді. Расулулла саллаллаху алейхи ва саллам өзінің ата-анасын ешбір кісіге қосып айтқан емес, тек қана мен үшін айтқан дейді. Атқын Саад, атқын, атанам саған пида болсын деді ғой пайғамбарымыз. Расында Саадтан басқа пайғамбарымыздың осылай айтқанын бір жерде естімеген екенбіз бізде. Сөйтіп фақырланып айтады екен. Расулулла саллаллаху алейхи ва саллам өзінің ата-анасын ешбір кісіге қосып айтқан емес, тек қана мен үшін айтқан деп айтады екен. Ол да болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам жаңағы соғысқа қызықтырып, пайғамбарымызды қорғап, кешкілесіп садақ атып жатқан Саадты көрген кезде, ирми Саадын ирми фадака аби ва умми деп айтқан сөз екен. لكن سعدا بلغ ذروة مجده حين عزم الفاروق على أن يخوض مع الفرس حربا تديل دولتهم وتسل عرشهم وتزتس جذور الوثنية من على ظهر الأرض فأرسل كتبه إلى عماله في الآفاق أن أرسلوا إلي كل من كان له سلاح أو فرس أو نجدة أو راي أو مزية من شعر أو خطابة أو غيرها مما يجدي على المعركة. Бірақ Саад ибн Аби Ваққастың мәртебесінің шыңына жеткен жері, ол да болса пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам дүниеден өткеннен кейін Хазіреті Омар разияллаху анхудың халифалық тұсында Хазіреті Омар парсылармен болатын үлкен бір соғысқа ниет қылып, сол парсылардың дәулетін жер бетінен жоғалту үшін, олардың тағын талқандап тастау үшін, яғни олардың патшалығын талқандау үшін, және олардың жер бетінен уәсәният, яғни пұтқа сыйыну, отқа сыйыну сияқты көпірлік тамырын жұлып алып тастау үшін Хазірет Омар разияллаху анхудың дәуірінде парсылармен болған үлкен жихад болған. Сонда Хазірет Омар өзінің айналадағы, атраптардағы әкімдеріне хат жіберіп былай деді: маған қаруы бар, аты бар, қауымының ішінде құрметі бар, ұлық, өз пікірі бар, шер оқи алатын, жақсы сөйлей алатын, қысқасы соғысқа пайда беретін не нәрсе бар, сондай адамдарыңды жіберіңдер деп Хазірет Омар атырабындағы әкімдерге сондай хат жіберді. فجعلت أفود المجاهدين تتدفق على المدينة من كل صوب فلما تكملت أخذ الفاروق يستشير أصحاب الحل والعقد
في من يوليه على الجيش الكبير ويسلم إليه قياده فقالوا بلسان واحد الأسد عاديا سعد بن أبي وقاص فاستدعاه عمر رضوان الله عليهما وعقد له لواء الجيش. Солақ екен, jihadқа шығушылардың легі, жамағаты Мәдина қаласына әр тараптан құйылып келе бастады. Толып жиналып болғаннан кейін Хазіреті Умар разияллаху анху Асхабул халли вал ақд деп, сол сахабалардың ішінде мәртебесі бар, биік мәртебедегі ұлық сахабалардың кеңесін құрып, олармен бір кеңесті, олармен бір маслахат жасады. Кімді? Осы үлкен әскерге уәли қылып, басшы қылып қоямыз деп. Өйткені парсылар өте көп еді, дайындығы да күшті еді олардың. Кімге осы әскердің басшылығын тапсырамыз деген маслихатты кеңесті құрған кезде, барлығы да бір ауыздан Әл-Асаду Адиян деп, жаңағы ашулы жолбарыс, арыстан деген о жаңағы атылайын деп тұрған. Ол Саад ибн Аби Ваққас болсын деді. Хазіреті Умарул Фаруқ разияллаху анху Хазіреті Саад ибн Аби Ваққас шақырып алып, оған әскердің туын қолына тапсырды. ولما هم الجيش الكبير بأن يفصل عن المدينة وقف عمر بن الخطاب يودعه ويوصي قائده فقال يا سعد لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول الله وصاحب رسول الله فإن الله عز وجل لا يمحو السيء بالسيء ولكنه يمحو السيئة بالحسنة. Енді үлкен әскер Мәдина қаласынан шығып кетпей тұрып, Хазіреті Умар ибн Хаттаб разияллаху анху әскермен қоштасып тұрып, Саад ибн Аби Ваққасқа былай деп өсиет айтты. Ей Саад, сені алдап қоймасын, сені мағрур қылып алдап қоймасын Алла Тағаладан. Яғни Алла Тағаланың жолында, Алла Тағаланың разылығын табу үшін осы үлкен бір жолға кетіп бара жатсың. Сені мынау нәрсе алдап қоймасын. Яғни бұл Расулулланың ағашысы ғой. Бұл Расулулланың сахибы ғой деп айтылған сөздер сені алдап қоймасын. Есіріп кетпе деген сөз ғой. Өйткені Алла Тағала жамандықты жамандықпен өшірмейді, бәлки жамандықты жақсылықпен өшіреді. Не жасасаң да жақсылық жасағын дегені ғой. Яғни алданып, немесен бір дұрыс емес істерді істеп қоймаған деп, бұл Хазіреті Умардай әділ Фаруқ сахабаның аузынан шығып жатқан сөздер. Я Сааду, инна Аллаха лейса байнаху ва байна ахадин насабун илля та'ата, фаннасу шарифухум ва вади'ухум фи затиллахи саваун. Аллаху раббухум ва хум ибадуху, يتفاضلون بالتقوى ويدركون ما عند الله بالطاعة فانظر الأمر الذي رأيت النبي عليه فالتزمه فإنه الأمر. Ey Саад, әлбетте Алла Тағала, яғни Алланың арасы мен ешбір кісінің арасында насап деген болмайды. Яғни Алланың туысы деп айтылмайды ғой. Тек қана таат ибадатпен ғана Алла Тағалаға жақындау болады. Жақындық болмайды ешбір адаммен Алланың арасында бір насап деген нәрсе болмайды. Тек таат ибадатпен ғана жақындайды. Адамдар олардың мәртебесі биігі де, мәртебесі пәсі де Алла Тағаланың алдында барабар. Теңдей. Алла адамдардың Раббысы, ал адамдар болса Алланың құлы. Бір-бірінен артық болады адамда тек қана тақуалықпен. Және Алла Тағаланың алдына барғанда таат ибадат қылған нәрселерін ғана табады олар. Сен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламды көрген болсаң, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламды көргендей пайғамбарымыздың ісін басшылыққа алғын. Нағыз іс сол деді.
Yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin isin sen başçılık kalsan, sol isti tutunatın bolsan, mini nağız is sol deb Hazreti Sa'd ibn Abi Waqqas'a Hazreti Ömer nasihat jasadı solay deb. Peygamberimizden kalgan isin lazım tutkun, mini nağız is sol dedi. ومضى الجيش المبارك وفيه 99 بدريا و300 وبضعة عشر ممن كانت لهم صحبة فيما بين بيعة الرضوان فما فوق ذلك و300 ممن شهدوا فتح مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم و700 من أبناء الصحابة. Mübarek asker yolga çıkıp ketdi. Olardyň arasında 99 Badr soğusuna katışkan sahabalar beredi. Yani esepti beriniz, Badr soğusu men Hazreti Ömer radıyallahu anhu'nun halifalık davrının arasında kança yıl var? Kança yıl var arada? Keminde 15-20 yıl var. Yütkeni Hazreti Abu Bakr radıyallahu anhu 11 yıl halifa bolgan bolsa, Badr soğusu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin köz tirsi gezinde birinci soğuslardan bolatın bolsa, Uhud'dan aldın bolgan soğus koy Badr soğusu. Demek bir müşelden köp arada. Demek o Badr soğusuna katışkan keybir sahabalar o gözde dünyadan da ötüp ketken boluğu mümkün. Jaslar bolatın bolsa kekseygen boluğu mümkün. 99 Badrilik, yani Badr soğusuna katışkan sahabalar 310 neşe, 313 ba, 315 ba olardyň Bay'atur Rizvan men jane de sonun arasında bolgan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men suhbatda bolgan sahabalar var 300 neşe. Jane 300 Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men birge Mekke galasyny fath kılgan sahabalardan. Al 700 sahabalardyň balları var etdi. Jane de sahabalar var, nece diyeceğim, Badr'ge katışkan, Bay'at-ı Rizvan, yani Mekke'ni Peygamberimiz ve fath kılgan sahabalar, yani 700 Peygamberimiz sallallahu aleyhi sahabaların balları katnaskan bul, yani Parslar men bolgan soğusta. Mada Sa'dun ve askara bi jeyşihi fil Qadisiyeti ve lemma kana yevmul harir azamal muslimuna ala en yec'aluha al-qadiyete فأحاطوا بعدوهم إحاطة القيد بالمعصم ونفذوا إلى صفوفهم من كل صوب محللين مكبرين. Hazreti Sa'd ibn Abi Waqqas askerimen gelip Qadisiye degen jerge ornalaştı. Yevmul Harir degen kun bolgan İslam tarihinde. Yevmul Harir dep Qadisiye, yani Qadisiye degen jerde boldu go, yani Parslar men bolgan soğus. Sol Qadisiyede bolgan soğustun ahırgı günü ol Harir dep ataluunun özü ol günde soğusup jatkan askerlerдің dawsy estilmegen. Tek kana soğustun keskilesken soğustun gana janağı nayzalardың, kılıçlardың gana dawsy estilgen. Endi qırgın soğus bolgan goy. Ana askerlerдің dawsy estilmegen üçün Harir dep sonday kanday desek bolar jana. Şart deymiz ba, sonday bir kun dep atalıngan. Ondağı maksat o jerdegi soğusup жүрген adamlarның dawustary emes. Soğustun kattılığından bolgan dawus estilingen. Sol günü musulmanlar endi bir atala kafirlerdi, Parslardı yok kılıudy niyet kılıp, olardı tura bilezik, kisen koldyň bilekti kalay orap turatın bolsa, düşmandardy solay orap aldı. Korşauga aldı. Olardyň saptaryna girip, takbir aytıp, tahlil aytıp, lap koydu saptaryna girip. فإذا رأس رستم قائد جيش الفرس مرفوع على رماح المسلمين وإذا بالرعب والهلع يدبان في قلوب أعداء الله حتى كان المسلم يشير إلى الفارسي فيأتيه فيقتله وربما قتله بسلاحه.
сол соғыстың арасында парсылардың әскерінің жетекшісі, басшысы Рүстәмнің басы мұсылмандардың найзаларының ұшында көрініп еді. Алланың дұшпандарының жүректеріне қорқыныш пен қауіп кірді енді. Мына сондай болып қалды дейді. Bir musulman bir parsiydi bergel деп шақырып алса, ол келетін еді дейді қасына. Тура солай айтады. Канал муслиму юширу илал фариси фаятихи. Әлгі мұсылман бір фарсиді өзіне шақырса, қорыққаннан келе беретін еді дейді қасына. Оны өлтіретін еді. Анда-санда жаңағы қолындағы өзінің құралымен, қаруымен ақ өлтіріп қоятын еді дейді. Демек, сондай қорқыныш қауіп кірген екен, берге бер десе алдына өлуге басып келе беретін болып қалған екен да, парсылар. Аммал ғанаиму фахаддис анха вала хаража, ва аммал қатла фаякфика ан та'лама анналладина қадау ғарақан фахасбу қад балағу 30 алфан. Ал енді сол соғыста түскен ғанимат малдар, олжа, айта берген оқас жоқ дейді. Енді өте көп дегені ғой. Қанша айтсаң да айта берген. Ал енді өліктерші. Өліктер жөнінде айтатын болсақ, саған жетеді. Шөгіп, сол жерде бір дариядан өту керек болған бір не бар, оқиға бар. Сол шөгіп, суға шөгіп өлгендердің өзі 30 мыңға жеткен екен. Әрине ол парсылар жағынан. Мұсылмандар біратала оларды жермен-жексен етіп, Хазіреті Омар разияллаху анху ниет қылғандай, жер бетінен ол жаңа вәсанияттың тамырымен, түп тамырымен суырып алып тастау үшін болған Алланың жолындағы әскер, оның басында әрине ұлық сахаба Саад ибн Аби Ваққас тұр. Уммира Саадун тавилан ва афа Аллаху алейхи минал май шай'ал касира, лакиннаху хина адракатху al-вафату دعا بجبة من صوف بالية وقال كفنوني بها فإني لقيت بها المشركين يوم بدر فإني أريد أن ألقى بها الله عز وجل أيضا. Hazreti Sa'd ibn Abi Waqqas ұзақ жыл өмір кешті. Алла Тағала оған көп мал дүние берді. Бірақ оған офат келген кезде, өлім халі келген кезде, ол бір шіріген жүннен болған бір тонды алдырып, былай деді: мені осы тоныммен кебіндендер. Өйткені мен бұл тоныммен Бәдір күнінде мүшриктермен жолыққанмын. Және осы тоныммен Алла Тағаланың алдында, Алла Тағалаға жолығуды мен қалаймын деп айтқан екен. Сондай бай бола тұрып, Бәдір соғысына киіп барған ескі шіріп кеткен тонын алдырып тұрып айтқан екен: мен бұл тонмен мүшриктерге жолыққам, осы тоныммен мен Алланың алдында Аллаға жолығуды қалаймын деген екен. Деп, осы жерден Саад ибн Аби Ваққастың да хикаясын аяқтаған екен. Міне, өздеріңіз естіп білгендей, қандай бір керемет, ғажап сахабаның өмірі. Бұл жерде қаншама насихат бар. Алланың жолы, дін жолында, ата-анаға құрмет жолында, парасаттылық, ақылдылық, ұлылық. Мен Расулулла саллаллаху алейхи вассаламның арамызда нағашы жиендік бар деген жоқ. Соғыс па соғыс барды. Әлгі інісін кішкентай болса да соғысқа баратқанына қуанды, бірақ тастап кетті оны. Сол Бәдір жерінде шәһид қылып, әлі балағат жастан енді ғана асқан інісін. Солай екен, құрмет жамағат, бізге де Алла Тағала осындай кәміл, толық иманды нәсіп етсін деп Алладан сұрайық. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا ربم الله, يا жаратушиеміз, бүгінгі айтқан ұлық сахабамыз Саад ибн Аби Ваққастың өмірін біздерге Алла Тағалам
үлгі өнеге болуы нәсіп еткін. Осы сахабалардың өмірін оқу арқылы, осы сахабалардың өміріне терең білу арқылы біздің жүректеріміздегі имандарымызды Алла Тағалам өзің күшейте көргін. Осы біздің медресемізде оқып жатқан әхли ислам талабаларымызды, әхли илім талабаларымызды Алла Тағалам үлкен алым болып, кітап жазатын алымдардан болып, болашақта асыл дінімізге, халқымызға қызмет етуді Аллам өзің нәсіп еткін. Оларды жаңа кітапта айтылғандай бекерші нәрселермен машғұл болып қалудан Алла Тағалам өзің сақтағын. Пайдалы нәрселермен, иліммен шұғылдануды Алла Тағалам өзің нәсіп еткін. Ол бекерші нәрсе, ол адамды жақсылыққа бастамайды. Бекерші нәрсе ол шайтанның ісі. Әрқашанда қолымыздан кітап түспейтін, аузымыздан илім түспейтін, оқығанымыз Құран, айтқанымыз тек қана жақсы сөз болатын әхлі исламдардан болуды Аллам бізге нәсіп еткін. Елімізге амандық, жерімізге тыныштық бергін. Бүкіл халқымызға Алла Тағалам осы сахабалардың өмірін, сахабалардың тарихын білуді Аллам нәсіп еткін. Аллаху акбар.